Оңай әрі дәмді макарон тағамын жасаймыз. Қызып тұрған майымызға етімізді салып қуырып аламыз. Үстінен жуамызды салып қуырамыз. Ұзынша етіп туралған сәбізімізді картобымызды салып, барлығын 2-3 минуттан қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз және бір ас қасық томатымызды саламыз. Қарабұрыш салсаңыздар да болады. Үстінен суымызды құйып, көкөністеріміз батып тұруы тиіс. Қалаған дәмдеушілеріңізді қоссаңыздар болады. Бетін жауып, 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Үстінен макарондарымызды салып, тағы да 15-20 минутқа пісіреміз. Сіздер де дәл осылай жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет. Ас болсын.